назарларыңызға мынау инжектор автомобиль көліктерінің бүркігішін диагностика жасап тазалайтын құрылғымен таныстырғым келеді. Бұл құрылғы ланч деген, яғни қазақша аударғанда қосу деген сөз. SMS 602 дейді. Ол сағатты бағдарлау деген. Бұның негізгі 3 бөліктен тұрады. Бірінші құрылғының өзі, екінші ультра дыбыстық ванна, қосалқы бөлшектері керекті. Енді бұл құрылғының өзіне кірсек, бұл құрылғының жоғарғы жағында арнайы рампа автомобиль бүркігіштерін орнататын. Ол оңай айырылып қосылуға жасалған, реттелген. Мына жерде әр бүркігішті алып салуға оңай болу үшін. Және сұйықты қысымда беретін құбырды да қосу үшін. Содан төменгі жағында арнайы 6 колба тұр. 6 колба бөлшектермен бөлінген. Артында арнайы шам қойылған. Ол шам, қазір қосып көрсетемін. Міне, бұл шам жаңағы бүркігіштерді тексеру, диагностика жасау кезінде автомобильден алынған әр бүркігіштің қалай жағармайды қалай бүркіп тұрғанын, қандай мөлшерде аққанын анық көріп тексеру үшін жақсы мүмкіндік туғызады. Және оның төменгі жағында мына жерде басқару бөлігі. Басқару бөлігінде басты режимдер. Бұл жерде әртүрлі режимдерге қойылады. Мынау мысалға жоғарғысы ультра дыбыстық ваннамен тексерген кезде қосылатын режим, қолмен реттеу режимі автоматты түрде, әртүрлі циклда жаңағы герметикалық тұғырда тексеретін әр бүркігіштің жағдайын. Екіншіде ол режимдерде реттегіш мына жерде. Әр мына қойылған режимнің автомобильдің қозғалтқышының айналысына баламалап, соның оборотын қойға келтіріледі мына жерде. Және екінші бағанда жаңағы қысымын реттеуге болады. Сосын импульсын бүркігіштерге беретін. Осы арада реттеледі. Мына жерде жаңағы көбейтіп азайтатыны, мынау тоқтататын тетік, қосатын тетік, түтікке жиналған сұйықты ағызатын тетік. Енді жалпы сіздерге бақыты түсінікті болғандар. Енді бұл немен құрылғымен қалай жұмыс жасау керектігін түсіндірейін. Бұл құрылғымен жұмыс жасаған кезде, мынау біздер қазір өзіміздің мынау автомобиль ВАЗ көлігінің бүркігіштері. Қазір бұл бүркігіштерді бұл контурға қосып, жаңағы ақауын табуға тырысамыз. Рампыны жақсырақ бекітіп қоямыз. Бұл техникалық қауіпсіздік жағдайында жаңағы жұмыс жасағанда мына жақсы қысылып, жақсы бекітілу керек, нығыздалып. Еш жерінен жаңағы сұйық ақпау керек. Бұның мына арнайы қоймасында, жаңағы багінде арнайы сұйық бар. Бензин орнына мына бүркігіштерге жоғарғы керекті қысыммен беріледі. Қазір мына қосылатын әрбір бүркігішке өзінің реттік нөмірімен мына жерде мына сымдарда белгіленген, көрсетілген. Міне әр бүркігішке. Міне бірінші бүркігішті қосамыз қазір. Екінші бүркігішті қосамыз. Үшінші бүркігішті қосамыз. Және төртінші бүркігішті қосамыз. Міне қостық. Міне көріп тұрсыздар. Бүркігіш бүркіп көрсетіп жатыр. Артындағы шамнан қай бүркігіш қандай неде бүркіп жатқанын көріп тұрмыз. Міне біздерде бірінші бүркігіш мөлшерден артық жағармай беріп жатыр. Яғни біздің қозғалтқыш дұрыс жұмыс жасамайды деген сөз. Так. Бәрі белгілі, көріп тұрсыздар ғой.
қай бүркігіш қалай жұмыс жасап жатқанын бұл режимде. Бұл жерде мен тоқтатам. Так, міне сіздерге тағы көрсетейін. Мынау тағы да түрлі режимдер. Міне қысқаша тағы қосып көрсетіп кетейін. Міне автоматтық түрде әртүрлі режимде. Мысалға, автомобильдің қозғалып жүріп жатыр, көше қиылыстарында бағдаршамдарға тоқтаған кезде жаңағы айналымы азайып, көбейіп түрлі режимдерде осы автоматтық түрде тексеріледі. Бұл дейтін тек сынап тексеру құрылғының жұмыс қызмет дұрыс істемей тұрған бүркігішті ваннаға салып 600 секунд ультрадыбыстық ваннаға салып тазалаймыз. Бүркігішке импульс беріп ашып тұрады. Сол кезде ультрадыбыстық ваннада ультрадыбыстық ішінен таза, ішіндегі лас жаңағы кедергі жасап тұрған жұмысына нелерді тазалайды. Осылай тазалағаннан кейін жаңағы бүркігішті алып, қайтадан орнына салып, қайта тексереміз. Мына жерде бүркігіштерді орналастырып рампаға енді қазір қосып тексеріп көреміз. Міне, басты режимде жұмыс жасап жатыр. Мына жерде мына режимге қойғанда әр бүркігіштің ретімен қосып, айырып тоқтатуға болады. Яғни, қосамыз міне. Тек қана бірінші бүркігіш жұмыс жасап тұр. Содан кейін келесі міне екінші бүркігіш, үшінші бүркігіш, төртінші бүркігіш. Әр бүркігішті рет-ретімен қосып, айырып тексеруге болады. Яғни, айырып қосуға болады. Енді бұл құрылғымен және автокөліктің бүркігіштерін қозғалтқыштан ағытып шешіп алмай тұрған жерінде тексеруге де болады. Ол үшін бұл құрылғының ыдысына арнайы сұйық жасап құйылады бұл жерде тазартуға арналған. Сосын мына түтікшелер автомобильдің жағармай жүретін орындарына жалғастырылады. Арнайы жалғамалармен. Ол тексеріс жасардың алдында автомобиль көлігінің жағармай беретін насосы айырылады бактегі. Сосын барып іске қосылады. Ол мына режимде істеледі. Мына режимде тұрғанда істеледі. Ол режим кезінде әр автокөліктің бүркігішіне берілетін қысымы, айналымы мына жерде өзгертіліп қойылуға болады. Қандай керек мөлшерде. Және керек уақытта тоқтатуға да болады. Сосын ол жаңағы тазартылып жұмыс жасалып болғаннан кейін міндетті түрде қозғалтқыштың майлау жүйесіндегі майы ауыстырылу керек. Ол мына қоспалар ол майлау жүйесіне еніп кетуі мүмкін. Сондықтан да енді тағы да бір айта кететін жайт, мына бүркігіштерді кейбір реттеген кезде, ретіне келмей жатқан кезде айналдырып керісінше тексеруге болады. Жаңағы диагностика жасауға. Яғни, мына бүркетін жағынан қысым беріп, былай қарай, оны жасамас бұрын бірінші мына колбалардағы сұйықты ағызып жібереміз. Ағызып жібереміз. Ағып болғаннан кейін ғана қойылады. Ол мезгілде мына бүркігіштерден ағып атқан кезде мына толып асып кетпеу үшін жаңа ағызып жібергеніміз. Керісінше тексергенде бүркігіштің ішінде қалған азын-шоғын лас нәрселер болса, солар тазарып жуылып өтеді, шайылып. Енді бұл құрылғының өте тиімді және мынау автомобильдің жаңа ақаулы жерлерін тез анықтап біліп, өзіміз жөндеп тексеріп алуға жақсы септігін тигізеді деп ойлаймын. Мынау ультра дыбыстық ваннада екі реттен артық тазалауға болмайды. Тазалайтын ультра сұйықтық ванна. Естеріңізде болсын. Және кейбір автокөліктерде фарфорлы бүркігіш болады. Ол бүркігіштерді ультра дыбыстық ваннада жаңағыдай тазалаған кезде жарып кетуі мүмкін, тоже ол жағы қарастырылмаған. Бұл туралы сіздер біршама мағлұмат алған сияқтысыздар. Осыны тыңдап көргендеріңізге рахмет. Алда осы көргендеріңізді іске асырып кәдеге жаратады деп ойлаймын. Рахмет.